Сәлем достар, бүгін біз каналымызда қыстың және де осындай бірінші қар мен мысықтың суретін саламыз. Ең алдымен көк бояуды гуашымызды алып және де жасыл гуашымызды алып осындай дақ жасаймыз. Одан кейін қағазымызды сулау керек болады шамалы. Және де осындай қоңыр, қызыл және де сары түсті арасынан осындай белгілер қоямыз. Яғни бұл келешектегі біздің суретіміздің артқы фоны болып саналады. Ақ түсті ұмытпаймыз. Ақ түс керек болады бізге. Сарғылт түс, орысша айтқанда бежевый деп айтады. Ол да керек болады, себебі бізде бірінші қар және де артқы фонда кешкі күз. Сондықтан да қоңыр түс және де сарғылт түстер бізге әрине өте қажет. Ең соңына қарай ақ түсті жоғарғы бөліміне қосамыз. Себебі біздің жер мен аспанның, яғни артқы фондағы жерден аспанның айырмашылығы болу қажет. Енді соңына шамалы осылай суды себелейміз. Көп емес, шамалап кей жерлерден суды осылай себелеп целлофанмен қағазымызды жабамыз. Шамалы уақыт өткеннен кейін қағазымызды алып тастаймыз және де суретіміздің кепкенін күтеміз. Суретіміз кепкеннен кейін қоңырқай түсті алып, осылай ағаштың, яғни шыбықтардың суретін саламыз. Ол шыбықтарды салып біткеннен кейін шеткі бөлімдерін ақ түсті гуашпен жүргізіп шығамыз. Яғни бұл біздің қарымыздың қонған мезетін бейнелеген уақыт деп санасақ та болады. Және де біздің талымыздың тал екенін артқы фонмен боялып көрінбей қалмауынан сақтайды. Яғни талдың тал екенін, сабақтардың сабақ, шыбықтардың шыбық екенін бейнелейді. Енді қара түске күлгін түсті араластырып, мысықтың суретін саламыз. Ең алдымен осындай дөңестеу келген домалақ, жартылай домалақты саламыз. Яғни бұл біздің мысығымыздың денесі болып келеді. Кейінірек шеткі бөліміне мысықтың басын саламыз және де құлақтарын саламыз. Енді ақ түсті гуашымызды алып, осылай мысықтың шеткі басының шетіндегі бөлімін осылай бояп шығамыз. Бояп шықтық әдемелеп. Кейінірек құлақтың бөлімін, шеткі бөлімдерін шамалы қоңырлау қыламыз. Сол кезде біздің мысығымыздың басы денесінен шамалы айырмашылық түс болғандықтан денесі мен басының айырмашылығын көруге болады. Яғни біз түспен айырып алдық десек болады. Құлақ жағын қоңырмен және де маңдайының бөлімін қоңырмен бояймыз және де оның үстінен қара түспен басып шығамыз. Ақ түсті гуашпен мұрнын, тұмсығын және де егін саламыз. Көзінің кішкене формасымен ақ түсті гуашым өте қою болып кетті. Сондықтан да мен оны қазір ақырындап салфеткамен түзетемін. Қалай түзететінді қазір көре жатарсыздар. Мынау біздің денесіндегі мысықтың жүнінің сабаланған жерлері. Енді салфетканы аламыз.
яғни жай қағаздан жасалған бет сүртетін салфетканы алсаңыздар да болады. Суретімізге осылай бір-екі рет ақ түсті гуашымызды басып сіңдіріп аламыз салфеткаға. Кейінірек шамалы ақ түсімізді осылай қара түспен жағыңқырап шығамыз. Қою болмау керек ақ түсіміз. Себебі оның фонында қара түсіміз байқалмай қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Сондықтан да осылай кішкене сұйылтамыз ақ фонымызды. Иегін және де денесіндегі терісін де солай сұйылту қажет болады бізге. Яғни ол қанық болмау керек ақ түсіміз. Кейінірек қара түсті гуашты алып, мысығымыздың тұмсығын саламыз өте сүйкімді қылып, және де аузының, мұрнын осылай қара түспен бояп шығамыз. Кейінірек көзін саламыз, және де кішкентай нүктелі мұртшаларының нүктелерін салып шығамыз. Жоғарыда айтып кеткенімдей, құлағының және де маңдайының үстіңгі бөлімін қара түсті бояумен тағы да басып шығамыз. Яғни бұл біздің мысығымыздың өзінің ерекше алапесі десек те болады. Енді өте қызық сәттер. Ақ гуашымызды алып, мысықтың мұрнын және де мұртшаларын саламыз. Мұртшаларды осындай жіңішке кисточкамен салып шығамыз. Мұрнының осындай жарқылын кішкене және де көзінің жарқылдарын салып шығамыз. Енді бұдан кейін ақырындап ақ гуашымызды алып, қалың кисточкамызбен қоюлау қылып жағып, жеріміздегі қарды бейнелейміз. Яғни бұл біздің ұрғылау тәсілі арқылы жасалатын нәрсе. Қою бояуымызды жағып, төменгі жағынан бастап жоғарысына қарай ұрғылай бастаймыз. Ендігі кезекте кисточкамызды алып, осылай мысықтың жоғары бөлімінен қарды себелетеміз. Яғни мысығымыз тоңып отыр, ал оның үстіне қар жағылып жатыр. Мына жерде менде кішкене қателік кетті. Бояуым қара түсті бояуым кеппеген екен. Сондықтан да бұл жер кірлеу болып кетті, бірақ ешнәрсе етпейді. Оны ақырындап түзетіп жібереміз. Енді сол кисточкамызды алып, шамалы су қосып, осылай себелеп қарды шашырату тәсілі арқылы кисточкамыздан ақ гуашты осылай себелетеміз. Сол кезде бізде қардың жауып тұрған мезетін бейнелегенін байқайсыздар. Ал мысықтың құлағын болса, осылай қара түсті гуашпен шеткі бөлім дұрыстап жіберемін. Және де тағы да үстінен қарды, яғни ақ гуашымызды шашырату тәсілі арқылы оның үстіне қар жауып тұрғанын бейнелеуге тырысамын. Суретіміз аяқталып қалды. Бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, және де қоңыраушаны басып, басқа суреттерді қара.